Математика сабағы. Бөлу. Ақниет саған сұрақ. Бірінші тапсырма. Асы 15 литрда 15 литрлік қымыз 3 ыдысқа теңдей бөліп құйғанда, әр ыдыста неше литр қымыз болады? 15-ке бөлеміз, 3-ті теңдігі 5. Жауабы әр ыдыста 5 литр қымыз болады. Әсі, бірінші тапсырманың әсі. 15 литр қымыз әр ыдысқа 5 литрден құйылады. Сол 5 литрлік қымызды құю үшін неше ыдыс қажет? 3 ыдыс қажет. Ақниет саған тапсырма. Үшінші жаттығу. Асы. Мектептің асханасында тарату үшін 50 жәшік алма сатып алынды. Егер әр мектепте 10 жәшік алмадан таратылса, онда неше мектеп алма алады? 5 мектептен алма алады. Үшінші тапсырманың әсі. Мектеп асханасында тамақтану үшін 33 оқушы келеді. Егер әр үстелде 11 оқушыдан отыратын болса, онда неше үстел қажет болады? 3 стол қажет. Үшінші тапсырма. Әсі. Мектеп асханасына тамақ тану үшін 33 оқушы келді. Егер әр үстелге 11 оқушыдан отыратын болса, онда неше үстел қажет болады? 3 стол қажет. Жаттығу. Асы. Мектептің асханасы тарату үшін 50 жәшік алма сатып алады. Егер әр мектепке 10 жәшік алмадан таратса, онда неше мектеп алма алады? 5 мектептен алма алады.